Сәлем достар, бүгін үй жағдайында алма пюресінен зефир дайындаймыз. Өте дәмді. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Ол үшін алдыменен алма пюресін дайындаймыз. 3-4 алманы сыртын тазалаймыз, ішінде тазалап аламыз. Енді алмаларды үлкен тарелкаға теріп, микроволновкаға 7 минут пісіреміз. Жұмсарғанша. Піскен алмаларды езіп шығамыз. Пюре болғанша блендердің көмегіменен езсе де болады. Енді біз осы пюреден 125 грамм алма пюресін аламыз. Оған 100 грамм қант қосамыз. Қант ергенше орташа отта араластырып отыра пісіреміз. Видеода көрсетілгендей. Енді осы пюрені басқа ыдысқа салып, холодильникке қоямыз, салқындағанша. Кастрюльге 75 грамм су құямыз. Суымызды ысытамыз. Оған 10 грамм агар-агар қосамыз. Араластырамыз. Енді осы арада бір жұмыртқаның ағына холодильникте тұрған 225 грамм алма пюресін қосамыз. Миксердің көмегіменен 2 есе ұлғайғанша жақсылап араластырамыз. Қою, яғни устойчивый, тұрақты масса болғанша. Видеода көрсетілгендей. Агар қосылған суға 200 грамм қант қосамыз. Орташа отта сироп қайнатамыз. Араластырып тұрамыз. Сироптың дайын болғанын қасықпенен сиропты төккен кезде ең соңғы тамшысы созылып түсіп тұру керек. Клей сияқты болады, қою. Видеода көрсетілгендей. Дайын сиропты миксерленген ақуызға, пюре қосылған ақуызымызға ақырындап қосамыз. Миксерменен араластырып отырамыз. Үлпілдеген тұрақты, яғни пышный, устойчивый масса болады. Массамызды кондитер мешокқа саламыз. Енді силикон дастарханға зефирлерімізді құйып шығамыз. Видеода көрсетілгендей, көлемін үлкен немесе кішкентай өз қалауларыңызға біледі. Енді зефирлерімізді үй температурасында тұрақталғанша кебуі керек. Ол шамаменен 4-тен 12 сағат көлемін алады. Менде түніменен қойдым кеуіп тұруға. Кепкен зефирлерге қант ұнтағын себеміз және 2 жартысын бір-біріне қосып біріктіреміз. Біздің зефирлеріміз дайын, өте дәмді, ешқандай қоспасыз, балаларға ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер, кеңес беремін. Отбасыларыңызға, қонақтарыңызға ұнайды. Егер менің видеом ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет.